Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналда қазақ тілі 3 сынып 119 сабақ мәтін және сөйлем. Сендермен бірге Майра апай әдеттегідей барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Ал сендер лайк басып, подписаться батырмасын басып кетуді ұмытпаңдар. Бірінші тапсырма: түсініп оқы. Біздің бәрімізде мерекені жақсы көреміз, оған дайындаламыз. Халықтық мерекелер 22 наурыз, 8 наурыз, 16 желтоқсан, тәуелсіздік күні, 1 мамыр, Қазақстан халқының бірлігі күні, 1 маусым, халықаралық балаларды қорғау күні және басқалары. Сонымен бірге кәсіптік мерекелер бар. Жыл сайын әртүрлі мамандық иелері, дәрігерлер, мұғалімдер, құрылысшылар, шахтерлер, металлургтер, тағы басқалары өз мерекелерін тойлайды. Бұл күні мерекелік жиналыс салтанатты кеш өтеді. Үздік жұмысшыларға, қызметкерлерге атақ және сыйлықтар беріледі. Мәтін мазмұнына сәйкес атты анықта. Балалар, бізге кәсіптік мерекелер, халықтық мерекелер, мерекелер және мерекеде деген 4 нұсқа берілген. Біз мәтіннің мазмұны бойынша мерекелер деген нұсқаны таңдап отырмыз. Өйткені ол жерде балалар бірнеше мерекелерді айтып өткен болатын. Келесі тапсырма: мәтіннің қай түрі? Балалар, бізге әңгімелеу, сипаттау, пайымдау деген 3 түрлі нұсқа берілген. Яғни оның ішінде балалар бұл әңгімелеу түріне жатады екен. Жарайсыңдар балалар, дәптерлеріңе жазып алыңдар және подписаться батырмасын басып кетуді ұмытпаңдар. Келесі тапсырма: мәтін бөліктерінің атауын толықтыр. Бірінші мерекелік дайындық деп атауға болады. Ал екіншісі халықтық мерекелер туралы айтылған. Ал үшіншісі балалар кәсіптік мерекелер туралы айтылған екен. Жарайсыңдар, дәптерлеріңе жазып алыңдар. Келесі тапсырмаға көшейік. Көп нүктенің орнына бастауыш болатын сөзді тап. Мерекені ұнатамын. Яғни мен мерекені ұнатамын. Біз мерекеге қызу дайындаламыз. Маған балалар мерекесі өте ұнайды. Келесі тапсырма: бұлар жай сөйлемнің қай түрі екенін айт. Бұлар балалар жай сөйлемнің жайылма түріне жатады. Жарайсыңдар балалар, дәптерлерге жазып алыңдар, подписаться батырмасын басып қолдап кетуді ұмытпаңдар. Келесі тапсырма: шығармашылық үзіліс. Балалардың қай мерекеге дайындалып жатқанын білу үшін олардың орнын ауыстырып, мерекенің атын тап. Жарайсыңдар балалар, бізге әр баланың қолында бір әріптен шатасып тұрған әріптерді дұрыстап, қай мереке екенін табайық. Балалар күні. Жарайсыңдар балалар, дәптерлерге жазып алыңдар. Бұл мерекені сен қалай қарсы аласың? Әңгімеле депті. Бұл мерекені біз отбасымызбен қарсы аламыз. Ата-анам, бауырларым, бәріміз бірге саябаққа қыдырамыз. Саябақта ұйымдастырылған неше түрлі іс-шаралар мен концерттерді тамашалап, әткеншектерге мініп, балмұздақ жеп қайтамыз. Балалар, сендер өздерің қалай ата-аналарыңмен қыдырасыңдар? Сол туралы әңгімелеп жазсаңдар болады. 4-ші тапсырмада сөздердің ара жігін ажыратып мақалды жаз. Балалар, бізге бірігіп қалған мақал берілген, соны ара жігін ажыратып жасайық. Бірлік бар жерде тірлік бар деген мақал шықты. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы жұмыс жасадық деп ойлаймын. Дәптерлеріңе жазып алыңдар. Жарайсыңдар балалар. Осымен біздің бүгінгі тапсырмаларымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Сендер мені қолдап, лайк басып, подписаться батырмасын басып кетсеңдер, бұдан да қызықты, бұдан да өте түсінікті сабақтар түсіретін боламын.